Достар, қалайсыздар? Мен бетімді қалай күтемін? Ең қарапайым табиғи екі маска туралы айтпақшымын. Біріншіден, мен бетіме бет албаты кремдерді қолдана бермеймін, тоналканы жақпаймын. Себебі бетім аллергетик және оны маған кішкентай кезімнен артық боянғанға әуес емеспін. Сонымен қатар бетке массаж жасайтын масло, басқа кремдерді пайдаланғанның өзінде бетіме аллергия береді. Сондықтан табиғи заттарды қолданамын. Ал енді менің күнделікті қолданатын маскам өте қарапайым, себебі мен оны бірін қосып жасап отыратын уақытым болмайды. Ең бірінші маскам бұл жұмыртқаның ағы. Яғни ағынан сарысын бөліп аламын, сол ағын бетіме және мойныма толықтай жағам. 5-10 минут өтіп, бетім тартыла бастаған кезде жуып тастаймын, бірақ жай қарапайым сумен емес, мына күріштің суымен жуып жүрмін. Және бұл менде дағдыға айналған. Келесісі бұл сүт. Бұған да еш нәрсе қоспайым, кәдімгі малдың шикі сүті. Мен бұған да еш нәрсе қоспаймын, кәдімгі малдың сүті, өте аз мөлшердегі сүт жеткілікті. Осы сүтті бетіме жағамын. Тағы да 5-10 минут өткеннен кейін бетімді жуып тастаймын. Сүтті мақталы дискпен немесе мына мақтамен жағуға болады. Менің дискім бітіп қалыпты, сол себепті мақтамен жаға салам. Осылай бүкіл бетіме және мойныма жағамын да, біраз уақытта құрғап бетім тартыла бастаған кезде жуып тастаймын. Ал енді бұлардың пайдасы қандай? Беттің жастығын сақтауына, ылғалдануына, қоректенуіне, нәрленуіне, әжім түсіп кетпеуіне көмектеседі. Ең бастысы, мен бұны күнделікті түрде қолданам. Таңертеңгі уақытта, кешкі уақытта, тым болмаса күніне бір рет. Таңертең бірде жұмыртқаның сарысын пайдалансам, бірде сүтті пайдаланам, артынан күріштің суымен жуамын. Құрғақ бетке қандай күтім жасаймыз? Менің бір оқырманым осындай сұрақ қойған екен. Жалпы менің бетім құрғақ және қандай кремдерді жаға қойсам да ылғалдануы қиындау. Оған қоса менің бетім аллергетик, кремдер болмаса бетке арналған майлар маған бірден аллергия береді, бетіме бөрткендер шығып кетеді. Осы себеппен мен талай рет дерматологтың да алдына барғам. Енді адамдар неге менен бет күтімін көбірек сұрайды? Себебі, мысалы, осы видео түсіріп отырғанның өзінде менің бетімде ешқандай артық макияж, крем, тоналка деген дүниелер жоқ. Сондықтан да адамдар осы менің бетімді көргеннен кейін бет күтіміңізбен бөлісіңізші дейді. Енді құрғақ бет күтіміне не пайдаланам? Мен өте бір жақсы нәрсе таптым. Бұл сүттің кілегейі. Қараңыздар, мына сүтті де пайдалануға болады. Бірақ мына сүтті жаққан кезде бұл бетті қатты, құрғақ бетті майландыра қоймайды. Ал мына кілегейді жаққан кезде, міне қараңыздар, мына кілегейді жаққан кезде бетке кәдімгідей майлылық беріп, бетті ылғалдандырады. Сонымен қатар мен бетіме массаж жасаймын, ал оған массажға арналған майларды жағатын болсам, бетіме тағы аллергия түседі. Сол себепті мен осы массажды да осы кілегеймен, кәдімгі сүттің кілегейімен жасаймын. Қалай қолданамыз? Бұл кілегейді мақталы дискпен немесе қарапайым міне осындай мақтамен бетімізге жағамыз. Қараңыздар, мына бетіме кілегей жаққан кезде ол бірден қою болып жағылып тұр. Ал енді сүтті жағайын. Міне, мынау кілегей, мынау сүт. Демек, кілегейдің майлылық құрамы әлдеқайда жоғары, және бұл біздің бетімізді ылғалдандырады. Осы кілегейді жаққаннан кейін, бетіме сіңіп біраз уақыт тұрған соң, бір 5-10 минуттан кейін бетімді бірден жуып тастауыма болады. Немесе осы кілегейді толық жағып алып, не істеймін? Бетіме массаж жасаймын. Ал енді бетке массаж жасаудың жолдары өте көп. Ең біріншіден, мына кілегейді бетіме жақсылап сіңдіріп тұрып жағып аламын. Қолымды бір-біріне ысқылаймын, алақаным жылиды. Сонан кейін міне күнделікті түрде осыны жасаймын. Мынау маңдайға жасалатын массаж, яғни алақанның ыстықтығы және маңдайыма осылай жасаған кезде қарасам, міне біреу жерге түскен сызықтар жоғалып кетеді. Сол себепті, егер бетіңіз құрғақ болса, онда кілегей жағыңыз, одан қалса кілегеймен массаж жасаңыз.